Мен Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Қайындаулы Саға мектеп балабақшасының 7-ші сынып оқушысы Орынғалиева Айша. Менің сіздерге таныстыратын бағытым Қазақстанның 100 жаңа есімі. Тақырыбы кітапхана мен қалам бір адамның қос қыры. Білген көркем болмысының туған кітабы болып шыға алса, одан арғы зорғы мұраты жоқ деп Мұхтар Әуезов айтқандай, менің сіздерге таныстыратын тұлғам кітап арқылы ұрпақ санасына білім мен тәрбие дәрін сепкен елге сыйлы тұлға Сүлейменова Мария Досанқызы. Кітапты жанындай сүйген тұлға, сол кітаптың өзіне айналған білім мен парасаттың жарқын бейнесі деген сөздер осы Сүлейменова Мария Досанқызына арналғандай. Жұмыстың пайымы Сүлейменова Мария Досанқызының өмір жолы мен еңбек қызметтерін зерттей отырып, оның білім беру мен кітапхана саласына қосқан үлесін айқындау және Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына лайық тұлға ретінде таныту. Егер Сүлейменова Мария Досанқызының өмірі мен еңбегі кеңінен насихатталса, онда жастардың кітапқа деген қызығушылығы артып, білім мен рухани құндылықтарды қадірлеу деңгейі жоғарылайды. Сондай-ақ қоғамда кітапханашы мамандығының маңызы арта түседі. Егер мен Сүлейменова Мария Досанқызының еңбек жолын айтар болсам, Сүлейменова Мария Досанқызы саналы ғұмырын білім мен мәдениетке арнаған елге еңбегі сіңген ардақты жан. Ол 1955 жылы 14 маусымда дүниеге келген. 1962 жылы Қайынды 8 жылдық мектебін табалдырығын аттап, білім жолын бастайды. 1970 жылы осы мектептің 8-ші сыныбын тәмамдаған соң Ақтөбе Республикалық мәдени ағарту училищесіне кітапхана бөліміне оқуға түседі. 1973 жылы оқуын аяқтаған соң туған жеріне оралып еңбек жолын бастайды. Мария Досанқызы еңбек жолын Қайынды 8 жылдық мектебінде бастап, одан ары қарай Саға орта мектебінде жалғастырып, кітапханашы ол 40 жыл бойы қызмет атқарады. 1975 жылдан бастап мектеп кітапханасында үздіксіз еңбек етіп, жас ұрпақтың білімге деген қызығушылығын арттыруға зор үлес қосты. Мария Досанқызы әріптестері мен оқушылар арасында үлкен құрметке ие болған. Ол әрқашан кітап білімнің кілті деп, жас ұрпақты кітап оқуға баулып отырды. Мария Досанқызы Асыл әжелер клубының төрайымы, әйелдер кеңесінің төрайымы, кәсіподақ ұйымының орынбасары болып, қоғамдық жұмыстарға да белсене араласты. 2011 жылы түрлі мақсатта өрілген іс-шараларды, әдеби сазды кештерді сабақтастырып, оқу мен тәрбиені ұштастырып, жинақтап, кітапхана тәрбие бастау атты кітабын жарыққа шығарады. Киелі мекен Қайынды кітабы 2014 жылы жарыққа шықты. Бұл кітапта туған елі, туған жері, Қайынды елді мекені, керемет жерлері туралы сыр шертеді. Ауыл тұрғындарымен Киелі мекен Қайынды кітабының тұсаукесері болады. Ойыл ауданы Қайынды округі бойынша Ұлы Отан соғысына қатысқан және соғыс жылдарында елде абыройлы еңбек еткен ардагерлер туралы жазылған кітабы 2015 жылы ел қорғаған ағалар атты атпен жарыққа шықты. Бұл еңбегінде Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің ерлігі туралы айтылған. Мария Досанқызының шығармалары мен кітаптары, бірнеше кітаптары болған. Олардың бәрі аудандық, облыстық газеттерге шыққан, жарияланып отырған. Мария Досанқызының еңбегі елеусіз қалған жоқ. Ол аудандық, облыстық мадақтамалармен, грамоталармен марапатталған. 2006 жылы білім басқармасының құрмет грамотасымен марапатталды. Мария Досанқызы зейнеткерлікке шыққаннан кейін де қоғамдық іске белсене араласты. Мария Досанқызы отбасында да ардақты ана, аяулы әже ретінде сыйлы. Қорытынды: Сүлейменова Мария Досанқызы саналы ғұмырын білім мен мәдениетке арнаған, кітапхана саласының дамуына зор үлес қосқан тұлға. Оның ұзақ жылғы еңбегі, шығармашылық ізденісі және жас ұрпақ тәрбиесіне қосқан үлесі ерекше құрметке лайық. Ол тек кітапханашы ғана емес, рухани тәрбие беруші, өлке тарихын зерттеуші, қоғамға үлгі боларлық азамат.
Осындай тұлғалар елдің мәдени және рухани дамуының негізін қалайды. Сондықтан Мария Досанқызы Қазақстанның 100 жаңа есімі атты атағына әбден лайық деп тұжырым жасауға болады.